Сәлем достар, бұл Төре Про каналы. Бүгін біз топ 5 интернетсіз ойындарды көрсететін боламыз. Ал көруді бастайық. Достар, бұл Paco Forever ойыны. Бұл жерде сіздердің мақсаттарыңыз полициялардан қашу болып есептеледі. Бұл интернетсіз ойын. Сіздерге интернет мүлдем керек емес. Бұл жерде сіздерге 50 әртүрлі жүк көліктері, кәдімгі көліктер сіздерде болады. Бірақ оларды әртүрлі сіздерге миссия береді, соларды орындасаңыз ғана сіздерге осы машиналарды беретін болады. Достар, ал біз 4-ші орынға кеттік. Достар, 4-ші орында Shadow Fight 2. Бұл ойында сіздер көлеңкеге айналып кетесіздер. Көлеңкеден қайтадан адамға айналу үшін сіздерге бастықтарды және олардың адамдарын жеңуге тура келеді. Бұл ойын интернетсіз деп айта алмаймын, өйткені бір ойын барысы интернетсіз, ал кейбір кездерде мысалы сіз асаны жеңді дейік, асаны жеңгеннен кейін сізге акт скачать етеді. Акт примерно 70 мегабайт болады. Ал біз 3-ші орынға кеттік. Bounds. Достар, ал 3-ші орында бізде GTA секілді Real Gangster. Бұл жерде GTA секілді әртүрлі оружиялар, әртүрлі киімдері бар. Бұл жерде танк, вертолет, тағы роботпен атысу, полиция бүкілі болады. Бұл интернетсіз, мүлдем интернетсіз ойын. Және бір кездерде бұл ойынға реклама шығып кетеді. Ол кезде біраз күтіп тұрып, X-ті басасыздар. Ал біз 2-ші орынға кеттік. Достар, біз 2-ші орынға келіп жеттік. Бұл сіздер білетін Traffic Racer ойыны. Бұл ойынның мақсаты сіздер машиналарға соғылмай ақша жинап, әртүрлі мынандай машиналар ашасыздар. Бұл ойынға интернет керек емес. Бұл ойын менде бар, және де видео. Егер білмесеңіздер, Google-ға жазып іздесеңіздер, кез келген ойын шығу керек. Және сіздерге айтайын, Alpha Agru және Android.ru деген сайттарға кіріңіздер. Ол жерде жақсы сайт. Және сіздерге бір айтып кететін сайт. Бірінші орыннан кейін сізге бонус. Достар, ал бірінші орында бізде Stick War Legacy 2. Бұл ойында сіздер әртүрлі заданияларды орындап, әртүрлі адамдарды ашатын боласыздар. Бұл ойын маған өте қатты ұнайды. Және бұда 3 режим бар. Біреуі жай, сосын оның обычный. Егер сіздер қатты ойнайтын болсаңыздар, онда қатты ойнаймын деген секілді обычный, сосын тағы сложный деген секілді 3 тәсіл тұрады. Соның біреуін таңдайсыздар. Айтып қояйын, обычныйдың өзі қиын. Сосын
турнир секілді әртүрлі адамдармен әртүрлі ережелерде ойнайтын боласыздар және зомбилармен төбелесіп выживать ететін боласыздар. Бұл интернетсіз ойын. Ал біз бонусқа кеттік. Достар, ал мынау бонус. Мен бір ойындарды осылай өткіземін, ал біреулерін бір каналдардан көремін. Бірінші былай іздесеңіздер, офлайн игры деп тұрады. Бұл менде басында тұр. Ол видео болып көрінуі мүмкін, ол жай мынандай ойындар болып көрінуі мүмкін. Ал менде мынандай офлайн игры деп суреттерін көрсетіп тұр. Бұған кірсеңіздер, офлайн игры деген интернетсіз ойындар білетін болсаңыздар. Менде интернет, қазір мен істегенде сіздерге көрсетемін. Достар, менде істеді. Мыналардың онда бүкіл интернетсіз. Міне көріңіздер, осылай өздеріңіздің телефоныңыздан көрсеңіздер болады. Бұл жерде ойын көп, бірақ айтарлықтай емес. Ал осымен видео аяқталды. Қош, сау болыңыздар. Лайк басамыз және подписация етеміз.